Жаздың шіліңгір кезі. Сардаланың ортасында бір-біріне жақын орналасқан ескі ауылдар бар. Солардың бірі Тастөбе ауылы. Ауылдың күнделікті әдеті өріске мал айдау, су тасу, балалардың ойыны, жиналып шай ішу, бәрі қалыпты жағдай. Бірақ сол күннің таңында аспан біртүрлі болды. Жел жоқ, бұлт жоқ, бірақ ауа тым ауыр, қалың, ыстық. Тура бір нәрсе басталғалы тұрғандай. Тауда отырған қойшылар алғаш байқады алыстан шаң көтеріліп жатқанын. Бірақ ол кәдімгі шаң емес, бір орында тұрып алып қоюланып тұрған қара баған сияқты. Жел жоқ жерде шаңның қозғалмауы бұл ауылда бұрын соңды болмаған. Шопандар рациямен ауылға хабар берді. Әй, бұл жақта аспан біртүрлі болып кетті, мынау жай құйынға ұқсамайды. Ауыл адамдары мән бермегендей болды, бірақ бәрінің жүрегінде бір мазасыздық пайда болды. Күн түске таяғанда далада ерекше дыбыс байқала бастады. Жел жоқ болса да ауада әлсіз уіл бар. Алғашында жәндіктердің дыбысы сияқты көрінді, бірақ уақыт өте күшейе бастады. Күн өте көтеріле алмады, аспан күңгірт тартып кетті. Сағат 15:00 шамасында ауылдың шығыс жағында кенеттен күйіп бара жатқан ауа толқыны сияқты бір соққы сезілді. Жел соққан жоқ, бірақ жердің өзі қозғалғандай. Ауылдың үстінде күтпеген нәрсе болды. Ауылдың айналасындағы шөптер бір бағытқа қарай иіліп, қайтадан кері қайтты. Тура үлкен бір күш оларды итеріп, тартып жатқандай. Балалар қорқып үйлеріне қашты. Малдар мазасыздыққа түсті. Ақсақалдардың бірі: "Құйын келе жатыр, бірақ бұл кәдімгі құйын емес" деді. Сағат 16:20. Ауылдың ортасында тұрғандар аспанды түгел көрді. Шығыс жақтағы көкжиектен қара сұр түсті зор құйын пайда болды. Алдымен биіктігі төмен еді, бірақ секунд сайын өсіп, көтеріліп, ақыры аспан мен жерді жалғаған қара бағанға айналды. Құйынның ішінен найзағай жарқылдап тұр, бірақ дыбыс жоқ, үнсіз, үрей туғызатын тыныштық. Құйын жақындаған сайын тастар дірілдей бастады. Ағаштар шайқалып, терезелер сықырлай бастады. Жел кенет күшейіп ауылдың есіктерін қақ жарып ашты. Адамдар үрейлене тығылды. Ауыл әкімі машинаның дауыс зорайтқышымен: "Үйлерден шықпаңдар, терезеден алыстап тұрыңдар, төменгі бөлмелерге түсіңдер" деп айқайлады. Құйын ауылға 300 метр қалғанда оның көлемі одан сайын ұлғайды. Тура бір алып айдаһар секілді, айналадағы жерді сорып жатқандай. Құйын ауылға жеткен сәт тарихқа жазылар секундтар. Алдымен ауылдың батыс бөлігін жұлып өтті. Үйдің шатырлары аспанға көтеріле бастады. Жеңіл темір конструкциялар айналып ұшып кетті. Мектептің қасындағы ағаштар минут ішінде жұлынды. Қоралар, сарайлар, бәрі құйынның жолында шыдай алмады. Құйын тоқтамады, тура орталық көшеге кірді. Ауылдың ең үлкен үйі түгелімен көтеріліп, құйынның ішіне жұтылып кетті. Қабырға, кірпіш, төбе, бәрі шаң сияқты ұшты. Малдар жан-жаққа қашты, кейбірі орнында ұшып кетті. Ең ауыр сәт ауылдың ортасындағы құдықтың қақпағы 10 метрге ұшып кеткенде барлығы түсінді, бұл табиғи құйын емес, алып күш. Адамдар жертөлеге тығылып, бір-бірін құшақтап жатты. Құйынның күші 20 минутқа созылды. Бұл ауыл үшін 20 минут 20 жылдық зардапқа тең болды. Құйын алыстаған соң дала қайтадан тыныштыққа оранды. Бірақ бұл бұрынғы тыныштық емес, мүлде өлі тыныштық. Шаң басылғанда адамдар сыртқа шықты. Енді ең ауыр көрініс басталды. Ауылдың жартысы толығымен жоқ. Мектептің орны бос үйіндіге айналған. Қоймалар қираған. 120-ға жуық мал жоғалған. Үйлердің жартысы тек іргетас күйінде қалған. Ауыл үстінен қарасаң үлкен бір алып қол ауылдың ортасын сызғандай. Тек орталық мешіт қана аман қалған. Барлық ауыл жұрты соған келіп жиналды. Ақсақалдар Аллаға шүкір айтып, жастар апаттан тірі қалғанына қуанып, әйелдер көз жасын тия алмай отырды. Бірақ бір сұрақ бәрінің көкейінде тұрды. Неге құйын дәл осы ауылды таңдады? Айналадағы 3 ауылға тимей, тек Тастөбені жұтып әкетті. Тағы бір сұрақ. Құйынның іші неліктен қара түсті? Неге ішінен дыбыс шықпады? Неге дәл орталыққа кірді? Бір аптадан кейін төтенше жағдай мамандары келді. Суретке түсіріп зерттеу жасады. Бірақ бәрі бір ауыздан айтты: бұл қалыпты құйын емес. Мұндай траектория, мұндай күш табиғатта сирек кездеседі. Бірақ ауыл адамдары басқа нәрсені айтты.
құйыннан бір күн бұрын далада түсініксіз өл болған, ауа ауырлаған, жануарлар мазасыз болған. 4 күн өткенде ауыл ақсақалдарының бірі айтты. Бұл бізге ескерту болды. Дала өз даусын естіртті. Ауыл қайта салынып жатыр, бірақ бір нәрсені ешкім ұмытпайды. Сол күнгі аспанды, сол үнсіз күшті, жерді жұлып әкететін құйынның көзін. Ал алыстан қарасаң, сол апат өткен маңда жел әлі күнге дейін өзгеше уіл шығарады. Тура бір қайта оралатындай.